Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы, ерекше сабақ. Біз марафонымызды әрмен қаратай жалғастырамыз. Және де бүгін біз ерекше тақырыптың бірі, яғни сөздердің байланысу түрлері жайында тақырып өтетін боламыз. Тақырып жалпы тест өтетін боламыз. Жақсы, бірінші сұрақтан бастайық. Сөздердің байланысу түрі нешеу? Көбі осы сұрақтан ылғи қате жіберіп жатады. Байланысу түрін және тәсілін, осы екеуінің ара жігін ажырата алмай, ылғи қате жіберіп жатады. Ылғи байқап келем соңғы кездері. Нешеу? Төртеу ма, бесеу ма, алтау ма, жетеу ма? Қараңыздар. Дұрыс жауабы бесеу. Қайтып оралайық. Егер түрі десе, тәсілі емес, түрі десе, онда бесті белгілейміз. Яғни бес түрі, сол жайында айтатын боламыз. Бес түрі есімізге түсуі қажет. Ал егер тәсіл десе, төртеу. Төрт тәсіл есімізге түсуі қажет. Жақсы. Оны біз түсіндік қой, түсіндік. Қазір енді соны бекітетін боламыз. Қараңыздар, екінші сұрақ. Сөздердің байланысу түрлері. Енді түрлері қайсысы? Соны белгілей кетейік. Таптыңыздар ма? Көбі шатасады, шынымен де. Қараңыздар, дұрыс жауабы қиысу, қабысу. Енді біз айттық, бес түрі болады. Сөздердің байланысу түрі десе, бес түр есімізге келу керек. Қандай атап өтейікші? Қиысу, қабысу, соны біліп алдық. Қиысу, қабысу, матасу, меңгеру және жанасу. Жанасу, қараңыздар, қымыжы. Қиысу, қабысу, матасу, меңгеру және де жанасу. Енді қараңыздар, сөздердің байланысу тәсілдері деген кезде, мына а жауабын қарайықшы, қосымша арқылы, шылау арқылы. Төрт түр есімізге түсу қажет, яғни төрт тәсіл есімізге түсу қажет, яғни қосымша арқылы, шылау арқылы, интонация, сәл ерекшелеу, интонация арқылы және де орын тәртібі арқылы. Олар тәсілдер, байланысу тәсілдері. Яғни сөздер қалай байланысады? Қосымша арқылы, шылау арқылы, интонация, немесе орын тәртібі арқылы байланысады. Соны тәсілдер деп айтамыз. Түрлері деген кезде қиысу, қабысу, матасу, меңгеру, жанасу есімізге түсу қажет. Шатастырмаймыз, жақсылап жаттап алыңыздар осыны. Жақсы, мына дұрыс жауабы қиысу, қабысу. Келесі. Енді кербез адам тіркесіндегі байланысу тәсілі және түрі қандай? Соны анықтауымыз қажет. Өте оңай, негізі. Қараңыздар. Дұрыс жауабы орын тәртібі және де қабысу арқылы. Қайтып оралайық, қараңыздаршы. Кербез адам. Жалпы талдайықшы, кербез адамда жалпы қосымша бар ма? Қосымша бізде жоқ. Интонация дегеніміз, ол жерде негізі интонация болған кезде арасында сызықша тұру қажет. Арасында сызықша болу қажет. Сызықша бар ма жалпы? Интонация дейтіндей. Жоқ. Енді қараңыздар, Б жауабы мен Д жауабы бізге келмейді. Сол себепті А мен С қалды. Енді қайсысы? Біз бағана айттық, бізде А жауабы дұрыс болады, яғни қабысу. Қараңыздар, орын тәртібі, еш жалғаулықсыз болса, және де көбінде осындай мысалдар келеді, яғни бағының сынары сын есімнен болса, немесе сын есім, зат есім тіркесі болып келсе, сондай болып келсе, мысалы, кербез адам. Қараңыздаршы, қандай адам? Кербез адам, зат есім, кербез, сын есім, сондай мысал келетін болса, бұл бірден орын тәртібін белгілейміз, және де орын тәртібі деген кезде бірден есімізге қабысу түсуі қажет, олар екеуі бірдей. Яғни қабысудың ережесі еш жалғаулықсыз орын тәртібі арқылы байланысу түрі. Орын тәртібі дегеніміз еш жалғаулықсыз байланысу тәсілі. Бұл тәсіл, қабысу түр. Екеуі бірдей, бірақ ережесі де жалпы құрылымы десек те болады, құрылымы да бірдей. Яғни кербез адам бізде орын тәртібі, қабысу. Дұрыс қой. Яғни жаттап алайық. Орын тәртібі тең, қабысу. Яғни екеуі бір-біріне тең.
соны жаттап алайық жақсылап. Жақсы, келесі матасу дегеніміз, енді матасудың ережесін табу қажет, иә. Бағана айттық, иә, д жауабы бірден келмейді. Орын тәртібі бізде немен байланысты? Қабысумен байланысты. Жақсы, дұрыс жауабы ілік септігі және тәуелдік жалғау. Яғни қараңыздар, егер матасу келсе, онда бағыныңқы сыңар, яғни бірінші тұрған сөз. Бағыныңқы, екінші тұрған сөз негізі басыңқы сыңар деп аталады. Қараңыздар, бағыныңқы сыңары ілік септігіне, яғни бірінші тұрған сөз ілік септігінде, ал екінші тұрған сөзде тәуелдік жалғау болуға қажет. Мысалы, қарапайым мысал келтірейік. Менің қаламым. Қарапайым мысал. Ілік септігі бар. Мысалы, менің. Ал екіншісіне тәуелдік жалғау бар. Дұрыс қой. Бұл бізде матасу. Ана қараңыздар енді. А мен С жауабын қазір басқа сұрақта талдайтын боламыз. Жақсы. Келесі сұрақ. Меңгеріле байланысқан сөз тіркесін табыңыз. Бірден қараңыздар. Бағанағы ережеге сүйеніп, бір жауабын қарастырайықшы. Баланың тілі. Мысалы, баланың тілі бал дейді ғой. Қараңыздар, баланың тілі. Ныңның ілік септігі бар. Бірінші сөзде, екінші сөзде қараңыздар, тәуелдік жалғауы бар. Сол себепті бұл бізге келмейді. Бұл жауабын бірден сызып тастайық. Таптыңыздар ма? Оңай ма сіздерге? Әлде қиын ба? Дұрыс жауабы С бізге келді. Қайтып оралайық. Қараңыздар, мен талапкермін. Бұл бізде қиысу болады. Қараңыздар, мен бұл бізде бастауыш. Талапкермін бізде баяндауыш. Баяндауыш, иә. Қиысу бізде сол бастауыш, баяндауыш. Немесе интонация арқылы байланысу түрі. Қараңыздар, не бізде былай келуі мүмкін. Мен талапкермін сияқты бастауыш, баяндауыш келуі мүмкін, иә. Сондай тіркес. Немесе интонация арқылы, яғни екі сөздің арасында не болуы мүмкін? Сызықша болуы мүмкін, иә. Сызықша келсе, бұл бізде қиысу. Яғни интонация, көбінде интонация жиі келеді, қиысу деген кезде. Қиысу және де интонация арқылы байланысу тәсілі екеуі бірдей. Иә. Яғни қиысу және де интонация арқылы байланысу екеуін бірге жаттап алыңыздар. Жақсы, екеуі егіз десем де болады, егіз деп айтсақ та болады. Енді қараңыздар, біз бір жауабын айттық, бұл матасу. Жаттап алайық, иә. Матасу дегеніміз ілік септігі және де тәуелдік жалғау. Енді қараңыздар, меңгеру деген кезде атау септігі кетті, ілік септігі кетті. Енді қараңыздар, қандай септіктер қалды, иә? Қандай септік қалды? Жалпы барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Иә? Осы 5 септік арқылы, яғни негізі қосымша арқылы деп айтады, иә? Негізі оңай жаттау жолын айтайын, иә? 5 септік арқылы байланысса, онда бұл бізде меңгеру. Қараңыздар, бізге осы жерде бұл не? Бұл бізде барыс септігі. Сол себепті бұл бізде меңгеру. Бірінші сыңарына қарайсыздар. Бірінші сыңарында бар ма? Барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес, осы 5 септік бар ма? Бар болса, онда бірден меңгеру дегенді басасыздар. Яғни белгілейсіздер. Енді дұрыс жауабы әдейі жасады. Біз оны қарастырған жоқпыз бағанадан бері. Бұл бізде жанасу. Бұл бізде көбінде пысықтауыш және де баяндауыш болып келеді. Немесе қарапайым тілмен айтқанда істеу және етістік. Көбінде солай келеді. Қараңыздар, әдейі жасады. Әдейі қалай? Бұл бізде істеу, жасады, иә. Не істеді? Жасады. Бұл бізде етістік. Көбінде, иә. Көбінде солай болып келеді. Жақсы, орын тәртібі біз айттық, иә. Бұл бізде қабысу. Естен шығармаймыз. Жақсы, осымен біздің сабағымыз тәмам. Сіздерге көптен көп рахмет. Сау, сәлематта болыңыздар.